балапандарыңыз дәл осылай таласып жеп қойғанын қаласаңыз, видеоны соңына дейін қараңыз. Міндетті түрде дәл осылай таласып жейтін болады. Бізге керекті заттарымыз осында тұр. Ең бірінші ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне шекерімізді салып, шекеріміз жақсылап ерігенше венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Балапандарыңыз міндетті түрде сүйіп жейтін болады. Жақсылап аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Біркелкі масса болғанша. Енді оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Міне осындай болып шығады. Және оның үстіне сұлы жармамызды саламыз. Кез келген сұлы жармасы жарайды. Өзіңізде қолыңызда қандай түрі бар бола береді. Мен кішкене дәмі басқашалау болсын деп кокос ұнтағы мен лимонның цедрасын салып жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды, разрыхителімізді салып, қамырымыздың басы біріккенше лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Қамырымыздың басын біріктіріп, оның үстіне кез келген жаңғақ, не болмаса мейіз, не болмаса осылай шоколад қоссаңыз да болады. Менде осындай глазур, осыны қосып, тағы да жақсылап араластырып, қолымызды сулап, қолымыздың көмегімен печеньелердің формасын жасайтын боламыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз. Қолымызбен жасап, табамызға орналастырамыз. Міндетті түрде араларын алшақ-алшақ қылыңыздар, өйткені печеньеміз пісу барысында үлкейетін болады. Міне осылайынан жасаймыз. Шоколадтарымыз бетінде әдемі болып көрініп тұрады. Еще дәмі күшті болады. Балапандарыңызға нағыз қазіргі кезде жейтін печенье болып шығады. Егер рецепт ұнап, жасап көріп жатсаңыздар, мені белгілеп, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Міне осындай хрустящий әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар, дәмі де ерекше болып шығады. Балапандарыңыз таласып жейтін болады. Каналым ұнаса, каналыма лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.